Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Оқушылар, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін алгебра сабағымыздың тақырыбы вариациялық қатар. Оқыту мақсаты басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар ұғымдарын меңгеру. Енді оқушылар бағалау критерийлер, яғни осы бағалау критерийлері бойынша бағалаймын. Бас жиынтық пен кездейсоқ таңдаманың не екендігін біледі. Алынған мәліметтер бойынша вариациялық қатарды тұрғыза алады. Басты жиынтық деп зерттеліп жатқан бірдей сипаттамалары бар барлық объектілердің немесе құбылыстардың жиынын айтады. Кездейсоқ таңдама деп басты жиынтықтан кездейсоқ алынған бөлігін айтады. Таңдама элементтерінің саны таңдама көлемі деп аталады. Таңдаманың ең үлкен және ең кіші мәндерінің айырымы таңдама құлашы деп аталады. Мысалы, сіздерде мұнда сандар берілген жақшаның ішінде, оқушылар. Осы жерде сандар ретсіз берілген. Бірақ осы сандардың ішіндегі ең үлкен мәні 7-ге тең, ал ең кіші мәні 1-ге тең. Енді таңдама құлашын табу үшін ең үлкен мәннен ең кіші мәнді азайтамыз. Сонда 7-ден 1-ді алғанда бізде 6 шығады. Таңдама құлашымыздың мәні 6-ға тең. Объектілер жиынтығының өсуі немесе кемуі бойынша реттелуі вариациялық қатар деп аталады. Мысалы, бірінші мысалға қараңыздар. Сандар бір-бірімен, яғни қайталанған, бірақ өсу ретімен орналасып тұр. Ал екінші қатарда сандар кему ретімен орналасып тұр. Тапсырма. Оқушылар, сіздерге 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада берілген тізбектердің арасынан вариациялық қатарды көрсету керексіздер. Екінші тапсырма. Астана қаласында 10 қарашадан 20 қарашаға дейін болған ауа температурасының қатары берілген. Осы қатар вариациялық қатар бола ала ма? Яғни сіздер вариациялық қатар болатынын және болмайтынын жауабын түсіндіресіздер. Үшіншісі, берілген таңдалым бойынша, яғни төменгі жақта берілген сандар бойынша ең үлкен мәнді және ең кіші мәнді таңдалым құлашын табу керексіздер. Ал оқушылар, тапсырмалардың дұрыс жауабы, яғни берілген тізбек, бірінші тапсырмада берілген тізбектердің арасына вариациялық қатарды көрсетіңіздер деген, демек бірінші, екінші, төртінші қатар бізде вариациялық қатар болады. Екінші тапсырма, Астана қаласында 10 қарашадан 20 қарашаға дейін болған ауа температурасының қатары берілген. Осы қатар бізде вариациялық қатар бола ма? Жауабы жоқ, себебі сандар ретсіз орналасқан. Үшінші тапсырмада сіздерге таңдалым берілген. Осы сандардың ішіндегі ең үлкен мәні 8, ең кіші мәні 2, ал таңдалым құлашы үлкен мәннен кіші мәнді азайтқанда, 8-ден 2-ні азайтқанда 6 деген сан шығады. Келесі тапсырма, оқушылар, сәйкестендіріңіздер. Яғни сіздерде мына 2 баған берілген 4 тапсырмадан. Яғни бірінші бағанда сіздерде бас жиынтық, кездейсоқ таңдалым, нұсқалық варианта, вариациялық қатар. Ал екінші бағанда осы берілген ұғымдарға қайсы мән, яғни жауабы сәйкес келеді. Соны сәйкестендіру керексіздер. Қатемен жұмыс. Яғни оқушылар, бірінші басты жиынтыққа бас жиынтықтың кездейсоқ таңдалған бөлігі. Кездейсоқ таңдалым дегеніміз статистикалық мәліметтер алу үшін қарастырылған барлық элементтердің жиынтығы. Үшіншісі, нұсқалық вариантта тең шамалы бір-бірінен тәуелсіз кездейсоқ шамаларды кему ретімен не өсу ретімен орналастырудан алынған қатарды айтамыз. Ал вариациялық қатар бұл жиынтық тобының немесе жеке бірліктің арнайы мәні. Сонымен оқушылар, қазір сынып жұмысы, яғни есептер шығару, сіздерге 3 тапсырма берілген. Осы 3 тапсырмамен есептер шығарамыз. Қатемен жұмыс. Бірінші тапсырмада сіздерде 1000 жәндік бас жиынтық болады, ал 115 жәндік кездейсоқ таңдама. Екіншіде сіздерге вариациялық қатар құрастыру керек болады. Біз төменде вариациялық қатар құрастырдық.
Келесі үшінші тапсырма жасөспірімдер жиынтығы бас жиынтық болады, ал 7-ші сынып оқитын 50 оқушы кездейсоқ таңдама. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Күнделікті енді ашайық. Үй тапсырмасын жазайық. Вариациялық қатардан алған білімді ұмытпай есте сақтайық. Оқулықтағы 168 беттегі 28-де 5-ші есеп үй жұмысы. Назар аударғандарыңа үлкен рахмет. Сабағымыз аяқталды.